Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Бурабайға саяхат жасаймыз. Бір қызығы мына жерде адам көп. Очерк қойдым. Сағат дейтін 3:27. Надеюсь, үлгереміз. Сағат пойыз қаншада бізде? 3:50-де. Құрметті көрермендер, тәулігідегі тәулігі үшін көрсетейік. Мен жігіттер жағы демалды. Рахат екен, істе. Рахат па? Сендер ма? Нормально ма? Қақты болып атқан білмеймін, неқті болып атқан. Ендірді бірақ. Білмеймін, надан ұрады. Енді. Жоқ, надан ұрады. Но не очень надеется, да? Проводник шақырайын. Проводникті таба алмадық. Тағы сәлем достар, біз уже Бурабайға келдік. Өте әдемі. Пойыздан түскеннен кейін где-то 30 минутта жүрдік. Сәл қызуым көтерілді, бірақ нормально келдік. Бай. Пятерка самый трудный. Только профессионалы, только спортсмены. Достар, біз бірінші привалға келдік. Бірінші привал 7 минут тоқтайды екенбіз.
сувенирлер сатып жатыр екен. Миллион үшін миллион. Дискі ма? Иду. Қыздар шақырып жатыр, кет. Бізде екінші остановка. Екінші остановка келдік. Бравайды. Какое желание загадать, посмотрим красоту природы. Перед нами красавица гора Кокшетау, самая высокая точка казахского высокочника. Слева пожара огромная треугольная часть, видим? Еще на той стороне горы тоже есть. Справа от нее Бүркіт тастар. Әйде, тұрын. Зато. Мына жаңа отельдің бассейн. Құрметті көрермендер, біз жаңа ғана келдік өзіміздің бөлмемізге. 20 минут жасап келіп кіргенімізге. Біз өзіміз пойыздан 9-да түссек, жуықтап айтқанда сағат 3-ге дейін кіргіздік. Өйткені 3-те ғана ашылып біздің бөлмеміз. Оған дейін кіргізбейді екен. Содан сағат 12-ге дейін жүрдік. Содан сағат 1-де турға баратын болдық кетіп қалдық. Бізде ең танымал жері Жұмақтас деген жер бар. Содан кейін енді келіп жатырмық. Өте керемет болды, бірақ табиғат өте әдемі Көкшетаудың. Бірақ ең бұл жерде келгеннің өзінде де біршама кедергілер, нюанстар болды. Келетін кезде полигонның ішінде ешқандай аптечка, медпункт ештеңе жоқ екен. Даже тіпті обычный көбелердің өздерінде болу керек қой. Полигонда тіпті қымбат болғаннан кейін де барлық стандартқа сай болу керек. Соны Қазақстан темір жолы қарастырыңыздар. Осы стандартқа сай емес деп ойлаймын. Содан кейін екінші ұнамаған нәрсе, осы Бурабайға келгеннен кейін осы терраса парктың
істегені. Адам келе салысымен енді кіреберісте отырдық, ол да даласында жүрдік. Сағат 3-ке дейін келген адам азаннан бастап өзінің бөлмесіне кіре алмай ма? Ол жағын түсінбедім. Үшіншіден, турды ұйымдастыратын адамдар. Не себепті үш жерге бардық, үшеуінде де 7 минут, 10 минут, ары кетсе 20 минут қана тұрдық. Бір-екі фото түсіріп үлгересің, видео түсіріп, мүлдем үлгермейсің. Ондай бағасы 3.000 теңге. Бірақ менің ойымша бұл жаққа егер түсіретін болсаң, қараймын десең, негізі жаяу жүрген артық. Немесе великпен келген дұрыс. Өйткені табиғаты өте әдемі. Алматымен салыстырғанда бұл жақта енді тау биік емес, тау дейтін тауда емес, тек қана биік тастар. Бірақ талдарының атынан ұмытып қалдым. Басқаша талдар ұзын, түп-түзу ұзын ағаштар. Сол. Онда ары қарай кеттік достар. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Достар, бізде сағат 3 болып қалды. Қазір бізде сағат 6-ға дейін примерно уақыт бар. Ана қызға. Ана жақта күйеуі жақта жер. Біз таудың басына шығып кетіп, әдемі екен. Нұрамен түстік қазір. Нұрамен түсірдік, соны көретін боламыз. Dostlar, bizler dәмханаға келдік.
Pişirген tabaktарға pizza. Қалай екен дәм? Болады. Ашқанға. Достар, біз үшінші остановкаға келдік, жұмақтас. Бірақ не үшін? Алматыда 42 градус, мына жақта 23 градус. Иә, жаңбыр жауып жатыр. Жұмақтастан не үшін өтіп кеттік, соны түсінбедім. Просто более одима. Бұның өзінің әдемісі бар, нағысы еді. Мне кажется, одима. Просто да, одима. Мынаны қара. Айша, Жоқ, жұмақтасқа келіпті суға. Жұмақтас. На лодках можем? Отсюда не тянет. Даже нашим GPS слоненка, кто не увидел с поляны, он стал ближе и больше на него похож. Длинное тело, голова, нос длинный и огромное ухо. Если образ слона не изменился, то ежик стал пирамидами, одна за одной повозрастали. Құрметті көрермендер, біз жұмақтасқа келдік. Көрініп тұрған болар. Өте керемет. Сәл жаңбыр жауда. Бірақ табиғат әдемі. Қазір 10 минут қана боламыз. Үшінші тұрақ остановка. Бұдан кейін қайта аты береміз. Айда, ББК отправили, да? Айда. Побудь, нормально? Айда, да? Вон туда взяли. Сен мақсатқа қарай ба? Мен түсіріңіз. Достар, біз жұмақтасқа қарай катамаранмен кетіп бара жатырмық. Өте керемет табиғат. Қарсаңыздар болады. Мен естігенше білет көріңіздер. Сен? Бля, дроны. Ана кешегі анадан кейін анадай отырып келген. Бизнес па? Шынар ма? Достар, біз жұмақтастамыз. Неше түрлі дрондар. Қайықта. Адам деген көп сурет, видео түсін бір-біріне мешетін. Обвинись, ба? Нәқпін.
Тартайын ба? Сумкамен ауырса, не болса? Давай. И летит. Ой, ёпта. Дай. Қаншада келіп жатыр?